ассалаумағалейкум. Бұл жүрмейтін жерім жоқ. Мен Нұр-Сұлтан қаласындамын. Бірнеше уақыттан кейін Қазақстан құрама командасы өз алаңында Кипр командасын қабылдайды. Кет, Қазақстан алға. Сізге өтірік сұрағым бар. Кімге болеть-тесіз бүгін? Өтірік сұрағымызға Кипрға ғой. Кипрға бар. Өтірік болса. Өтірік болса ма? Онда шын болса? Шын болса, конечно, өзіміз жерлестерімізде Қазақстан еліне наверное. Бүгін Қазақстан құрамасы неше гол салады деп ойлайсыз? Бізге 2 голдың өзі жетеді деп ойлаймын. Рахмет, ал командамызға сәттілік. Тек қана жеңіс күндер көп болсын. Все, свисток прозвучал, біздің жігіттерге сәттілік. Алға, Қазақстан! Жасай берсін! Сапында алғашқы голы. Молодец, Дима. Уважаемые зрители, рядом со мной сидит Георгий Жуков. Что ты тут делаешь? Почему не играешь? Ой, давай там. Как думаешь, наша сборная еще сколько голов забил сегодня? Думаю, еще 1 гол забил. А кто забил? Маужан Исламхан. Давай, этот просто так вот проверь, давай, выходи на игру. Аяқ асты гол жіберіп қойды, голды соққан Тунау. Пьеро Сатирио деген есеп 1-1. Есеп 1-2, Кипр командасы алда. Сөз жоқ. 25 minut druhý v první půli byl dobrý galsný gól, měli jsme tam načala Maršany načali plocha na první 20 minut i potom второй половине первого тайма мы играли то, что мы хотели, да, были там хорошие моменты, пошли вперед на 1-0 и были там шансы, большие шансы 3 или 4, когда надо было забить второй гол. Құрметті көрермендер, өкінішке орай біздің Қазақстан құрама командасы бүгін 1-2 есебімен ұтылып қалды. Бірақ та осындай кіші жеңілістерден кейін болашақта бізде елімізде үлкен жеңістер болатынына мен толық сенімдімін. Бельгиямен болатын ойында кездескенше. Сау саламатта болыңыздар.